Мас күйде көлік жүргізетін адам қылмыскердің дәл өзі. Жыл сайын жолдарда арақтың кесірінен жүздеген адам опат болады. Осы орайда ішімдікке сылқиып тойып алған жүргізушіні қоғам тоқтатар ма екен? Бұл біздің эксперимент. Кішкене ішіп қойып, ашып жіберіңізші. Есікті ашып жіберіңізші. 100 грамм ішіп қойып, ашамай жатырмын таза. Зарулен жүріп қалай ішесің сен? Мына жерге барам мен, мына жерге барам. Кете орға. Адамдардың тоқтамай жатқаны маскүнеммен байланысқысы келмеген шығар. Братан, көмектесші, машина ашшы. Қуантарлығы өз басының ғана қамын ойлайтындар көп емес екен. Көпшілігі маскүнемді рөлге отырғызбай, такси ұстап беруге дайын екенін жеткізді. Машина жауа сал таксименен кетті. Ашып берсе сонда жайтын, отырам машина, отырам. Міндет қойшыш, қайтесің? Мен қалай барам мен? Сол қалсың саған. Жайт, ашаса сонда ашына жатасы ғой. Шеміз, таксимен жеткізе қойым. Таксимен жеткізе қойым. Таксимен? В таком состоянии тебе садиться нельзя даже. Понял, да? Да. ДТП совершишь, понял, да? Экспериментіміздің соңындағы полиция инспекторына алғысымызды айтамыз. Ассалаумалейкум. Документ тұрайды. Қандай документ? Күшін документ тұрайды. Машина? Машина ішінде ғой? Здесь документ, ключ, бар ма документ? Бұл эксперименттің түпкі мақсаты қоғамдық пікір тудырып, мас күйде жүргізушілердің жауапкершілігін арттыру. Егер сіз мас адамды көлік жүргізейін деп жатқанын көрсеңіз, міндетті түрде тоқтатыңыз. Бәлкім сіз бір емес, бірнеше адамды апаттан құтқарарсыз.